Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видео соғым етінен жасалған қуырдақ. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Тамағымызды дайындау үшін ет, картошка және пияз керек. Етімізді кубиктап турап алып, картошка мен пиязымызды турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға етіміздің майын алып, бөлек алып, өзін ең бірінші шыжғырып аламын. Майы шыққанға дейін. Егерде еттеріңіз майсыз болса, онда тамақ істейтін май қолдансаңыздар болады. Ал менде еттің майы болғандықтан мен осы ештеме қоспай өзімнің майына істейін деп отырмын. Қарылған майымыздың үстіне жуылған етімізді салып, етіміздің өзінің суы шыққанға дейін жоғарғы отта қуырамыз. Қуырдағымыз жоғарғы отта қуырылып жатыр, суы шықты. Енді оған тұзын салып, астын жай басып, әр қарата бетін жауып, су тартылғанға дейін қуырамыз. Қуырдағымыздың суы тартылуға жақын қалғанда картошкамыз бен пиязымызды саламыз. Тамағымыз осымен дайын тамағымыздың үстіне пиязымызды салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен болған мен Гаухар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өз рецептілеріңізді қалдыра отырыңыздар.